Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, театрдың көркемдік жетекшісі Бақытбек Темірбеков. Құрмет орденінің иегері Бақытбек Алпысбаев мерейлі 77 жасқа келді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Камила Абжанова. Мәдениет қайраткерлері Алмагүл Артықбаева, Бектеміз Бопбаев. Күләш Жанмұратова, Нұрлыға Шайтжанова, Мейрамгүл Пұшпақова, Айгүл Қиятова, Арай Көшімбаев. Mərtəbəli yer üyesi Fatşak Sağ бүгінде ел үшін түркісінде жұртталып сатарлықпен өтірік көсек жайлауда ел ішінде жаппай сауатсыздық белең алды. Өз тілін өз қор санап жат тілімен жан баққандардың саны артып ел ішін үркуде. Бүгінде төрт түлікті қар қасағына жайылды жер қалмады. Мен болармын, қолдамын ғой. Бауыздайтын күшігі, бауыздар деймін. Алла! Жүрек жүріп қалмасам, оспан болмайды екен. Иттер болған ит, білме кім екеніңді. Жат ел осылай, кім алар екен аянбастан. Кімнің ес болатын еттері. Секендер бұларатмай ғой. Көрден бері. Ендігі оспанның алды кескендерін алтын туыс болсын. Естемсіңдер. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты, сондай-ақ Семейде өткен Орта Азия халықтарының фестивалінде абай рөлі үшін ең үздік ер бейнесін жеңіп алған Бақытбек. Абайдың өзі Оспанды ойнаған Бауыржан Ошақбаев. Абайдың ұлы Бағаниялы
бойынша. Абайдың бәйбішесі тілден ойнаған Зарипа Төлепова Қазақстанның үздік сынақ қайраткері. Естеріңізде болса, абай жолында ән менен Шүкман деген қызды тауып алып, оны Әйгерім деп атап Ербол екеуі. Сөйтіп, абайдың жары болған Әйгерімнің рөлінде Қарлығаш Айтжанова. Қарлығаш та Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты, мәдениет